Бизнеске жеңілдік, есепке еркіндік. 2026 жылдан бастап елімізде жаңа салық кодексі күшіне енеді. Басты реформа арнайы салық режимдерінің 7-ден 3-ке дейін қысқаруына бағытталған. Енді кәсіпкер есепті уақытында тапсырмаса, айыппұл салынбайды және банктік шоттар бұғатталмайды. Салық органдарының ақпараттық жүйесі нөлдік есептілікті автоматты түрде өзі қалыптастырады. Алайда, әрбір салық төлеуші үшін биылғы 1 наурызға дейінгі мерзім өте маңызды. Осы уақытқа дейін жаңа режимнің бірін таңдап, хабарлама беру міндетті. Талап орындалмаған жағдайда салық төлеуші автоматты түрде жалпыға бірдей белгіленген режимге көшіріледі. Жеңілдік те аз емес. Өз-өзі жұмыспен қамтығандар табыс салығынан босатылса, шаруа қожалықтары айналымның небәрі 0,5% ғана төлейді. Жеке кәсіпкерлерге жеңілдік ретінде бұрын салық төлеушілер салық есептілігін тапсырмаса, әкімшілік айыппұл қарастырылатын, жаңа 30 айлық есептілік көрсеткіш мөлшерінде 26 жылдан бастап бұндай жауапкершіліктен босатылады. Яғни салық есептілігін тапсырмаған жағдайда ешқандай міндеттеме жүктелмейді салық төлеушілерге.